Жастар жүрегі мейірімге толы және бұл әрине қуантады дейді облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері. Бүгін соның айғағы ретінде жастар қайырымдылық жолында атты іс-шара өтті. Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының жастары жабыққанға демеу, қиналғанға сүйеу болып жүр. Жыл басынан бері 82 іс-шара ұйымдастырып, 3000-ға жуық жанның жоқ-жітігін түгендепті. Көктемгі су тасқыны кезінде де 100 оқтай жұмылып, 4.890.000 теңгені бағыттапты. Жастарымыз осындай қайырымдылық шараларға көбірек қатысуы біздерді қуантады. Басты мақсат осы қайырымдылыққа әлде де көбірек жастарды қосу, осы жастардың арасында қайырымдылық істерін, игі істерді насихаттау. Қазіргі жастарымыздың өздерінің көзқарастары өзгеріп келе жатыр. Оның бәрі өте жақсы. Біз бұны көктемде су тасқында байқадық. Қаншама қазақстандықтар осы Ақтөбе болсын, солтүстік Қазақстандағы су тасқындарына көмектесіп жатыр. Қайырымдылық біле білсек, осы жердің иесі қазақ халқынан дарыған қасиет, деді өз кезінде ел тарихын етене білетін шешен ұлтының өкілі Лейла Пашаева. Тағдырдың тәлкегімен мұз қатқан пойызбен ұлы далаға табанымыз тигенде, өздері аштықтан енді еңсе тіктеп жатқан қазақтар қолындағы асымен де, баспанасымен де бөлісті. Ол күндер жүректе жаттаулығы деп жыр жолын арқау қылды. Как трещали морозы, кружила пурга, как землянки замерзали войнахи, как несли нашим детям последний стакан молока и последней лепешкой делились простые казахи. Жер бетін жамандықтан құтқаратын ұлы қасиет мейірім. Сондықтан ассамблея жастары бұл қасиетті одан әрі насихаттай береді, деді кіші буын өкілі. Этнос жастары бойына сіңіруі керек тағылымды бастамалардың мәдениетті, тілді, тарихты, қазақ халқының тұрмыстық ерекшелігін насихаттауға арналған жобалар көптеп болу керек деп ойлаймын. Себебі жастар ұрпақ сабақтастығын сақтап қалу үшін ата-баба тарихын, дәстүрін танып білу керек. Айнұр Тұңғышбаева, Бауыржан Қожамұратов, Еркебұлан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы.